Өттің қоюлануы biliарлы сладж деп аталады. Били өт дегенді білдіреді, ал сладж деген батпақ, қоймалжың, ботқа дегенді білдіреді. Бұл өттің қоюлануын, яғни biliарны сладжды біз УЗИ арқылы көреміз. УЗИден қараған кезде майда құмда сияқты болып өттің қоюланғаны байқалады. Бұл biliарлы сладжды емдеуге болады, кетіруге болады. Ал оны емдемейтін болсақ, ол әрі қарай асқынып, қоюланып, тас қайнап кетеді. Тас қайналған кейін ол приступ береді, одан кейін ақыр соңы өт қабын алып тастауға дейін апарады. Biliарлы сладждың белгілері қатты байқала қоймайды. Яғни өт қоюланған кезде ол 75% жағдайда оң жақ қабырғасындағы ыңғайсыздық сезім болады, яғни дискомфорт сезім болады. Кейде өте аз мөлшерде күші әлсіз ауырсынулар пайда болады. Көбіне ауырсыну ол майлы, қуырылған, ащы тамақтарды жегеннен кейін немесе көп мөлшерде тамақ жеп қойғаннан кейін пайда болады. Ол ауырсыну өт айдайтын препараттар қабылдағаннан немесе спазмолитиктер қабылдағаннан кейін жойылады, немесе өздігінен кетуі мүмкін. Кей жағдайда бұл ауырсыну тамақ ішумен байланысты болмайды. Кейбір науқастарда іштің кебуі, яғни метеоризм, жүрек айну, кекіру, қыжыл, ауызға қышқыл дәм келу, таңертең уақытта қышқыл дәм келеді ауызға. Одан кейін жиі диареяға бейім болады. Яғни сонымен қоса майлардың дұрыс ерімеуіне байланысты стеатория, яғни нәжіспен бірге майлардың көптеп бөлініп кетуі, шығып кетуі пайда болады. Бұл УЗИдегі өт қабының суреті. Бұл өт қабында өте көп мөлшерде түбінде өттің қоюланып шөгіп қалғандарын байқаймыз. Бұл замазка тәрізді өт деп аталады.